Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Оқушылар, білеміз да, қазіргі таңда көптеген вирустар біздің денсаулығымызға зиян екенін. Біздің ата-аналарымыз қолымызды сабынмен жуың деген кезде көп балалар тыңдамайды. Ал біздің осы сабынмен жу деген кеңесімізге бір кішкене тәжірибе өткізгім келеді. Сабынның бізге пайдасы бар ма, жоқ па? Мысалы қараңыздар, бізге керек нәрселер. Мына жерде бір ыдыста міне таза су бар. Міне таза су үстіне құйдық, таза су бар. Ал мына ыдыста бізде бұның ішінде сабын бар, сұйықтық сабын. Мынау біздің бұрышымыз, қара бұрыш. Соны ұнтағын қазір біз мына суға саламыз. Міне уатып. Біз салдық. Не себептен суға салдық? Мен сіздерге мына ыдыстағы бұрышымыз микроб есебінде көрсеткім келіп тұр. Мысалы біз саусағымызды мына ыдысқа салған кезде, міне салған кезімізде бізде ешқандай реакция жоқ. Көріп тұрсыздар ғой? Мына бұрыштағы ешқандай микробтар қозғалған жоқ. Ал егер біз қолымызды жуып, сабынмен жуып, мынандай қылып, сабынмен жуып, манаға микробқа салсақ, біз қандай реакция болатынын көреміз. Қараңыздар. Барлық микроб сабыннан қашты. Ал енді оқушылар, ойлаңыздаршы, біздерге осы сабынның пайдасы бар ма, жоқ па? Ал оқушылар, енді сіздер көрдіңіздер. Кішкене ғана тәжірибеден біздер сабынның қандай пайдасы бар екенін көрдіңіздер. Сондықтан ата-анамыз енді бізге қолымызды сабынмен жу деген кезде біз міндетті түрде қолымызды сабынмен жуайық. Себебі барлық микробтарды біз сабынмен жуып, қолымызды таза сақтауымыз керек. Сіздердің дендеріңіз сау болсын. Көргендеріңізге, мұқият қарағандарыңызға, тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.